Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен, Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 68-ші логикалық есепті бірге шығарамыз. Әкесінің 3 қадамы оның 5 қадамымен бірдей. Әкесі 6 қадам жасаған кезде, оның ұлы 7 қадам жасады. Әкесі баласы 30 қадам жасағаннан кейін жүре бастады. Әкесі ұлына жету үшін қанша қадам жасау керек? Әкесінің 3 қадамы ұлының 5 қадамымен бірдей деп айтқан. Одан кейін әкесі 6 қадам жасаған кезде, ұлы 7 қадам жасайды. Және баласы алға қарай жүріп кетеді, және баласы 30 қадам жасағаннан кейін барып, әкесі оның артынан ере бастайды. Енді сұрақ мынадай: әкесі неше қадам жасағаннан кейін ұлын қуып жетеді дейді. Енді қараңыздар, бізде n дегеніміз әкесінің қадам саны болсын, ал x дегеніміз әкесінің қадамының ұзындығы. Келесі, m дегеніміз баласының қадам саны, ал y дегеніміз баласының қадамының ұзындығы. Енді осыған байланысты теңдеу құрастырайық. Қараңыздар, біздер әкесінің қадам санын оның қадамның ұзындығына көбейтеміз, себебі оның қанша сантиметр немесе қанша метр жүргенін табуымыз керек. Сондықтан n-ді x-қа көбейтеміз. Баласы бізде 30 қадамға алға жүрді, сондықтан деген m плюс 30 деп жазамыз, сосын оны көбейтеміз y-қа. Бізде осында теңдеу пайда болады. Және деген 3x тең болады 5y дейміз. Әкесі 3 қадам жүрген кезде, баласы 5 қадам жүргенмен бірдей деп айтты. 3 қадамды әкесінің қадамының ұзындығына көбейтеміз, ал 5 қадамды баласының қадамының ұзындығына көбейтеміз. Сонда бізде осындай екі теңдеу пайда болады. n плюс 30 көбейтілген y және n көбейтілген x деген бізде теңдеу пайда болды. Осыдан біз енді осыдан пропорция құрастырайық. Ол үшін қалай жасаймыз? Біздер n плюс 30-ды n-ға бөлеміз, ал мына жерде x-ті y-ға бөлеміз. Себебі деген қайтып оны пропорция түрінде көбейткен кезде қайтып бұрынғы қалпына келу керек. Сол кезде біз осылай оны бөлдік. Енді ары қарай біз енді x бөлу y деп тұр, x пен y қаншаға тең екені бар. Ол бізде мына жерден тағы да пропорция құрастыруға болады. Бұл жерде біз 5 бөлінген 3 дейміз, жаңағыдай бұл сияқты 5-ті 3-ке бөлеміз, содан кейін мына жерде x-ті y-қа бөлеміз. Демек олай болса, бізде x бөлінген y ол бізде 5 бөлінген 3-ке тең болады. Сондықтан да x бөлу y ол бізде 5 бөлінген 3-ке тең деп жазып қойдық. Енді біздер m плюс 30-ды 3-ке көбейтеміз, мінекей. m плюс 30-ды 3-ке көбейтеміз, ал 5-ті n-ға көбейтеміз. Сонда бізде жаңа теңдеу пайда болады. Мына m-нің орнына n-ді қоюымыз керек, сонда есеп шығады. Енді бізде одан бөлек тағы бір мәлімет бар. Бізде былай дейді: әкесі 6 қадам жасаған кезде, оның ұлы 7 қадам жасады деп айтты. Қараңыздар, бізде қадам санын қалай жасаймыз? Біздер қадам санын n деген әріппен белгілейміз. Әкесінің қадамы n, ол 6 қадам жасады деп айтты. Баласының қадам саны m, ол 7 қадам жасады деп айтты. Осыдан бізде пропорция болады. Енді бұл жерде біздер n-ді табатын болсақ, n-ді 7-ге көбейтеміз, оны 6-ға бөлеміз. Осылай жасамыз. Біз осы арқылы m-ді тауып аламыз. Сосын жаңағы соңғы теңдеуге m-нің орнына 6-тан 7 n-ді орнына апарып қоямыз. Қараңыздар. Біздер сонда мына жердегі m-нің орнына 6-тан 7-ні апарып орнына қойып жатырмыз. Сол кезде бізде осындай жаңа теңдеу пайда болады. Бұл жерде тек қана бір айнымалы бар. Осы жерде бізде тек қана n деген айнымалы бар. Бұл жерде n 60-қа тең болады. Осымен бізде жауабы 60 қадам. Бізде n дегеніміз әкесінің қадам саны, ал n бізде 60-қа тең. Осымен әкесі ұлына жету үшін қанша қадам жасау керек деп сұрақ қойды. Біздің жауабымыз 60 қадам жасау керек. Осымен біздер номер 68-ші логикалық есепті аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.